Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай балаларға да үлкен кісілерге де ұнайтын әдемі күріш ботқасының видео рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Ең қарапайым, жылдам әрі тез жасалатын күріш ботқасы. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кез келген күріш түрін 4-5 рет мөп-мөлдір болғанша дейін әдемілеп жуып тазалап аласыздар. Қазанға немесе кастрюльге күрішімізді салып, 2 есе үстіне күріш батып тұратындай су құйып, су қайнағаннан кейін астын басып 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Және де айта кетейін, мен 4 адамға арнап жасадым. Егер сіздер 2 адамға арнап аз мөлшерде жасағыларыңыз келсе, осы рецептіні азайтасыздар. Және де видео рецептіні қанша мөлшерде керек астына жазып қоятын болам. Міне суымыз қайнады. Енді астын басып, жай отта 10-15 минут пісіріп алатын боламыз, бір араластырып алып. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Әжелерге, балаларға, үлкен кісілерге өте сондай сүйіп жейтін тағамы, түскі асқа, кешкі асқада, таңғы асқада жасап жеуге болады. Және де міне енді суы тартыла бастады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай күріштің суы тартылды, күріш әдемі болып пісті. Енді осылай керекті мөлшерде кез келген осылай сары майды салып, және де мен 4-5 ас қасық қант салдым. 4-5 ас қасық қантымды салып, осылай жақсылап араластырып алып, керекті мөлшерде сүтімізді құятын боламыз. Күрішіміз пісті. Міне енді сүтімізді құйып, қантымызды салып, сары майымызды салып, жақсылап араластырып, бір қайнағаннан кейін астын басып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті, қарапайым, әдемі, үй жағдайында жасалатын видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Және де аз салмақ тастауға диета ұстап жүрген жандар болатын болса, сіздерге де арналған тағам түрлері бар. Смузилар бар, сол жерден рецептілер көрсеңіздер болады. Ал міне кашамыз дайын болды, ботқамыз. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Видео рецепті ұнаса, лайк басып қойыңыздар, достар.